Апырай, мына заман не болып кеткен? Елдің бәрі жас жігітке тиіп жатқаны несі? Ұялмайтын ұятсыздар деп инстадағы танымалдарды сөзбен сыбап күйеуіме айтатын жанның бірі мен едім. Ал осы сөздерді біреулер маған айтады десе, сол жерде ол адамның шашын жұлуға баратын мына мен бейбақ, өз нәпсімді тыя алмай, қор болғанымды қарашы. Қайдан ғана өзімнің баламнан да кіші балаға есім кете ғашық болдым. О тоба, сүріндіргенде де оңбай сүріндім ғой. Досқа күлкі, дұшпанға табақыл қылдың-ау деп әбден жылап аламын. Сонша нәпсінің құлы болатындай сезімге еретін қандай күш мені сиқырлап алды. Айналдырған 6 айдың ішінде 25 тіккен отауымды өз қолымен тас-талқан еттім. 1979 жылы көп балалы отбасында өмірге келдім. Бала кезден ешкім маған назар аудармады. Ел қызығатындай әдемі болмасам да, мүсінім бір қалыпты. 5 бала тусам да не толықпаймын, не аспаймын. Мектепті өте белсенді оқып, мұғалім мамандығына тапсырдым. Қызыл дипломмен бітірсем де, жігіттер жағы маған сөз айтпады. Іштей қатты армандайтын едім. Басқа қыздар секілді жігітпен жүріп, киноға барсам, әйтеуір сондай керемет сезімді бастан өткізгім келетін. Өзім әр жігітке сырттай ғашық боламын, бірақ олар маған бірде-бір рет болсын қараған емес. Сол үшін өзімді іштей жек көріп жылап алатынмын. Бар жұбанышым кітап болды. Қызылмен бітіргесін жұмысқа тұру қиын болмады. Мектепте мұғалім болып жұмыс жасадым. Негізі 2-ші курс оқып жүргенде жеңгеме туыс болып келетін құда балаға жеңгем таныстырып беріп жіберген. Күйеуім денелі келген тұйықтау адам. Мал бағып ауылдың шетінде ескі үйде тұрады. Менің күйеуімнен басқа туыстары да бар. Барлық топырлап кішкентай үйде тұрамыз. Бірақ менің оқуым болғасын қалаға кеттім. Күйеуім қасыма келмеді. Бірінші орында малы болды. Сол кезде қатты өкінгенмін. Ажыраса да алмаймын. Одан басқа еркек атаулысы маған қарамайды. Оқуды бітіре сала әдейі ауылға бармай, қаладағы мектепке жұмысқа тұрдым. Мектептегі әріптестерімнің көбі мені ұнатпайтын. Бәлкім түрімді, бәлкім сүйкімділігім жоқ. Бұл ортадан да ешқандай құрбы таппадым. Жас мұғалім болғандықтан ба әйтеуір біраз уақытқа дейін педсоветте сөз естіп жүрдім. Күйеуім келіп кетіп жүргенде аяғым ауырлады. Сол кезден бастап ауылға кеттім. Содан 5 бала туғанша ауылдың адамына айналып, өзді қатты тастап жібердім. Күйеуім сол баяғы малын көбейтіп әуре. Қанша малын сатып барлық бауырларын асырап, оқытып-тоқытып енді ғана өзімізге үй соғуды 2023 жылы бастады. Атам коронавирус кезінде қайтты. Үйде енем болатын. Ол кенже баласының қолында тұрды. Кенже баланың үйін соғып, әбден аяққа тұрғанша көмектесті. Мен де енем кеткелі өзіме қарай бастадым. Күйеуіме жалынып жүріп, қайтадан сырттай оқуымды оқып, малдың күшімен мектепке тұрған едім. Өз ауылымызда орын болмай, 2 сағаттық аудан орталығында мектепке тұрдым. 6 ай жұмыс істесем алуға қарай ауысып аламын дегесін күйеуім көнген еді. Бәленің бәрі осы ауданға жұмысқа тұрғалы басталды. Жұмысқа тұрғалы бөлек пәтерде жалғыз өзім тұрып жаттым. Күйеуім маған сенгендіктен бе, әлде ұсқынсыз түріне кім қарайды деме, әйтеуір еш уақытта қызғанып көрмеген. Бір рет тұрып жатқан пәтеріме келіп көрген емес. Тек жұма күні хабарласып, қайтасың ба деген сөзді естимін. Мені сағынып іздеп жатыр екен деген сезім жылт етеді. Бірақ босқа үміт еткенімді білгенде іштей мұңайып қаламын. Күйеуім өзіне қажет кезде ғана түнгі міндетін өтейді. Сосын теріс қарап жатып алады.
Ал мен жылулық іздеймін, нәзік әйел екенімді сезінгім келеді. Бала кезден жылулық, еркелік көрмеген менде балаларыма да жылулық пен аналық махаббатымды бере алмадым. Не үшін туа бергенімді де түсінбеймін. Осылай бір қалыпты күндерім өтіп жатты. Жұмысқа дене тәрбиесінен беретін жас бозбала келді. Әріптестер болып таныстық. Әдеттегідей басқа әріптестер секілді. Бұлай бір қарағанда сымбатты жігіт, спорт айналасында жігіт қой. Менің сыныбым бар еді. Құлағым шалып қалғаны ол жігітті қыздарым ұнатып жүрген екен. 90 аяқталып бағалау уақытында жақсы оқитын қыздарым төмен баға алғаны үшін менен көмек сұрады. Апай біз киім әкелмегеніміз үшін төмен баға қойып берді. Көмектесіп жіберіңізші деп оқушыларым тәттілерін ұстатып өтініш айтты. Оқушы қыздарым үшін ол жігітпен сөйлесуге барсам, спорт залда жаттығып жатыр екен. Бір түрлі сезім бойымды шарлай өтті. Кинодағы шымыр денелі жігіттерге ұқсайма қалай деп іштей таңғалғанымда жасырын емес. Көзімді алмай мөлиіп қарап қалыппын. Бұрын бір еркек көрмегендей. Кешкі уақыт еді. Сол күні жиналыс болады деп бәріміз іште оқушылардың қайтуын күтіп жүргенбіз. Дене шынықтыру пәнінен беретін Самғат 2000 жылғы бала. Менің үлкен ұлымнан кіші. Жаттығу жасап жатқанда сыртқы олимпикасын шешіп қойып, турникке тартылып жатыр. Шымыр денесіне көз алмай қарап тұрғанымды ол жігіт байқап қалды. Сол күні қырсыққанда такси тоқтамай аялдамада күтіп қалдым. Айтып кеткендей жұмыста басқа әріптестеріммен араласпаймын. Әйтпесе біраз мұғалімдердің көлігі бар. Аялдамада көңілім түсіп тұрғанда жаныма көлік тоқтап, апай мініңіз жеткізіп салайын деген Самғаттың даусы жүрегімді елжіретті. Аяқ қолым дірілдеп өзіне бағынар емес. Түсініксіз сезім. Негізі бағана қыздарым үшін сөйлесуге барғанда тілім байланып ештеңе айтпай кетіп қалған едім. Апай бағана не үшін келіп едіңіз деп Самғат сұрағын қайта қойды. Өзімді сәл реттеп алып, Самғат бір жолға қыздарымды кешіріп, жақсы баға қойып берсең деп сөзімді жұтып қойған секілді үндемей қалдым. Ол жігіт әбден өз ісіне машықтанған, менің әр сөзімді бақылап, өзіне бір түрлі көзқараспен қарағанымды әлде қашан білген екен. Жарайды апай, бірақ бір шартымды орындайсыз. Қазір менімен бірге тамақ ішесіз дегенде одан әрі қобалжып кеттім. Жарайды деген сөзді айтқан мен ішімнен қатты қуандым. Көптен бері жападан жалғыз тұратын мен үшін ерекше күн болмақ. Осылай алғашқы кездесуіміз басталды. Сол күні қымбат ресторанға барып, тамақтанып болған соң гүл сыйлағанды есімнен таңа жаздадым. Негізі ойладым, тамақтың ақшасын өзім төлейді екенмін деп. Бірақ Самғат бәрін өзі төледі. Есімді жиып, мына гүлді не үшін бердің? Бұл енді тым ұят. Апай, менімен тамақ ішкеніңіз үшін көп рахмет. Өзім сыйлағым келді. Ұнамай қалды ма? Басқа гүл алдырайын ба деп сыйлап жатты. Рахмет деп іштей өзімнің біреуге керек екенімді сезіндім. Сол түні таңға дейін есімнен Самғат кетпей, 16 жастағы бой жеткен секілді сезімнің құшағында сан түрлі қиялға берілдім. Кім ойлаған, өз баламнан кіші жігітке есі кете ғашық болатынымды. Айттым ғой, бұл жігіт мен сияқты әйелдерді өзіне қалай ғашық етуді біледі деп. Сол күннен соң үнемі кешке көлігімен үйге әкеліп тастайды. Ара-тұра міндетті түрде бірге тамақ ішеміз. Ол маған үнемі гүл мен шоколад сыйлап, өзіне әбден ынтықтырып қойды. Тіпті одан қанша жас үлкен екенімді ұмытып кеттім. Мен де бой жеткен секілді киімдерімді жаңалап, бояна бастадым. О тоба, осы күнге дейін өзіме бір ретте қарамаппын. Әйел екенімді енді сезініп құлпыра бастадым.
құлпырып ауылға барған сайын күйеуімді бұрынғыдай емес жақсы көретін айтып құшағына алып жататынды шығарыпты. Әлде сыртта жүргесін сағынып, енді қадірімді біліп жатыр ма екен? Қызық енді, неге баяғыдан бері осылай сезімін көрсетпеді? Ал менің күйеуіме деген сезімім әлде қашан өшкен. Қазір Самғатқа өлердей ғашықпын. Оны мен түнімді өткізуге даярмын ау. Бірақ әлі ол мені зарықтырып күткізіп жүр. Самғат менің барлық сырымды біліп алды. Енді мен тұрып жатқан пәтерге көшіп келгісі келетінін айтқан. Мен қуана келістім. Енді күйеуім соны ескерту үшін ауылға келіп едім. Күйеуімді көңілдендіріп, айлығымның жартысын бердім. Мен тұратын пәтердің бағасы қымбаттап кетті деп әңгіме бастадым. Сол кезде Алматыға орыстар келіп, пәтердің бірасы қымбаттап, елде шу болғаны естеріңізде. Сенен рұқсат сұрайын деген едім. Студент 2 баланы қасыма алайын деп едім. Бірігіп пәтер ақысын төлейміз деп тұр. Обал, біраз студент вокзалда қаңғып жүр. Бұл сөзімді күйеуімді қолдап, орыстар мен пәтерді жалға берушілердің түгін қоймай боқтап боралап жаттым. Шын мәнінде мен жалған айттым. Тек Самғат тұрады. Пәтер иесі де жақсы адам, ешқандай пәтер ақыны көтермеді. 3 ай ізімнен қалмай гүл мен сыйлаған Самғат пәтеріме қоныстанып алды. Тегін тұрды десем де болады. Басында өзім төлеймін деп айтқан. Мен онысына қарсы болдым. Бір пәтерде тұратын екеумізге ешкім ештеңе кедергі болмады. Пәтер иесі де жақсы адам деп айттым ғой, Самғатты туысқан інісі деп ойлап жүр. Пәтеріме көшіп келгелі мені үнемі түнде арам ой азғырады. Самғат та әдейілеп шортемен ғана жүреді. Сымбатты шымыр денесіне көзім түскен сайын шыдамай кетіп өзім жабыстым. Ол да соны күтіп жүргенде төсек майданы басталып кетті. Өзімді әлемдегі ең сұлу әйел екенімді сезінген күнім сол түн болар. Сол түннен соң Самғат мені төсекте қалай болса солай пайдаланады. Ал мен оның ерсі қылығына шыдап көне бердім. Жас қой, жас жігіт, қазір бәрі солай жасайды деп, Самғат үшін неше түрлі видео көріп соны жасап, айтуға ұялып-ақ отырмын. 2 ай әбден мені өзіне жіпсіз байлап, айтқанын істейтін білген бұл жүгірмек бірде үйге келді. Көлігімді соғып алдым. Адам жарақаттап, ісім сотқа кеткелі жатыр деп, мектептегі жұмыстан шығып кетті. Көңілдесімді аман алып қалу үшін кредит алып бердім. Тіпті өз атымда тұрған жаңадан салынған үйімді сатуға шығардым. Көңілдес жүгірмегім сан қилы өтірігін айтқанда, әбден сендім ғой мен сорлы. Атымда тұрған үйді сатуға шығарғанда күйеуім жанжал шығарды. Негіз ол үйді күйеуім малын сатып салған болатын. Құжаттарын мен реттеген соң күйеуім сенің атыңда тұра берсін деген еді. Ауданға барып құжаттарды реттеуге малдан қолы босамай, мен сорлымның жолдан таятынын білмеді ғой. 2 көзімді ғашықтықтан шел басқан мен тіпті балаларымды да аямадым. Күйеуіме шындықты мойындай салдым. Бәрібір ажырасамын деп жүрген едім. Самғат Кореяға жұмысқа барайық деп жүрген. Соған еріп кетемін. Кредит төлеуім керек. Ашуы келген күйеуім әбден соққыға жықты. Абыройдан да үйінен де айырдым. Күйеуім туыстарыма менің шындығымды айтқан екен. Әке-шешем, басқа туыстарым келіп ақыл айтқан болды. Ешқайсында тыңдамай үйді сатып, 5 баламды жылатып, көңілдесіме жетіп келдім. Ол ақшаны алған соң тайып тұрды. Мен Кореяға барамын деп дайындалып жүрмін. Жүгірмегім виза жасатам деп үйден шығып кеткеннен келмеді. 3 күн уайымдап, тастап кеткеніне сенгім келмей жылап жаттым. Болмағасын полиция барып арыз жазайын десем, туысым емеспін. Арада 1 ай өтті. Көлігін көріп қалдым. Жүгіріп алдынан шыққанда өзі де шошып кетті. Сүйреп көлігіне мінгізіп, ешкім жоқ жерге апарды. Мен жас қыз секілді жылап, неге тастап кеттің деп сұраудамын.
Ол ашуланып, кәрімістан енді көзіме көрінуші болма, сенде енді ақша жоқ деп мені пайдаланғанын айтып жатты. Сонда оның кеткенін қаламай, ақша тауып беремін, тек жанымда болшы деп жалынып жатырмын. Самғат жалынып көндірген секілдімін, бірақ төсекте бірге болғысы келмейді. Ол үшін де біраз ақша беруім керек. Микрокредит сайымдарға кіріп тағы кредит алып, Самғатқа бердім. Сол күні ғана кәдімгідей жезікше қыздар секілді маған өліп-өшіп, төсек ләззатын сыйлайды. Ал ақша жоқ кезде Самғат та жоқ. Айналдырған бір айдың ішінде кредитке кіріп, өзімді таппай қалдым. Ал Самғат менен бөлек тағы мамаша көңілдес тапқан сірә. Мүлдем келмей кетті. Тағы да ешкімге керексіз болып қалдым. Қалтамда көк тиын жоқ, жұмыстан да шығарып жібердім. Самғатты ойлап қайғырамын деп, жұмысқа да бармай жатып алған күндерім өте көп. Бәрінен айырылған мен ауылға барып едім. Ұлым есіктен сығалатпай қуып шықты. Менің не бүлдіргенімді ауылдың бәрі біледі екен. Бәрінен де ең қиыны менің кесірімнен қызым өзіне қол салып аман қалыпты. Ауылға соңғы рет келгенімде күйеуімді 15 күнге қаматып кеткенімді ұлым бетіме басып, көз жасы тыйылмай мені көкірегімнен итерді. Тұңғыш ұлым ғой. Үйді бітірген соң үйленемін, мама сізге келін әкеліп беремін деп айтып жүрген ұлымды жер қылдым-ау. Осы тұңғышым өмірге келгенде енемнен тығылып жүріп иіскеп құшақтап, сүйгенім аналық махаббат емес пе? Барлық баламды енем өсірді. Мен тудым. Қалған уақытта үйдің бітпейтін тірлігімен айналысып, балаларыма еш көңіл бөлмедім. Бұрын балаларымды сағынып іздемеуші едім. Енді міне бәрінен айырылған кезде балаларымды ойлап, қаншалықты қателік жасағанымды түсіндім. Ауылға келгенімді күйеуім де естіп, мал бағып жүрген жерден жетіп келді. Өте ашулы. Тұңғышым сонда да мені қорғап, әлде әкесінің қолын қанға малғысы келмеді ме? Мама, өтінемін, кетші. Енді қайтып келмеші деп жылап, көз жасын сүртіп әкесін тоқтатып жатты. Осы бір жағдайға қалай ғана жеттім? Алтындай ұл қызымды қалайша тастап кете бардым? Осы сұрақтармен әлі де басым қатуда. Қазір посуда жуып өмір сүріп жатырмын. Кредиттерім күннен күнге өсуде.